Енді біреулер айтуы мүмкін, жұмыс істеп қал дегенге дәлел қандай дейтін болса, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам түнде намаз оқиды. Оған парыз етілген негізі. Сол тахаджуд намазын оқып отқан кезде Айша анамыз келіп айтады: сізді Алла тағала күнәңізді кешіріп қойған жоқ па? Сізді жәннатқа кіргіземін деген жоқ па? Неге сіз қайта түнде аяғыңыз іскенше намаз оқи бересіз деген кезде пайғамбар айтады: мен шүкіршілік етушілерден болмаймын ба деп айтады дейді. Яғни маған беріп тұрған жоқ па осы жәннатты? Мен күнәмді кешіріп тұрған жоқ па? Енді соны пайдаланып қалмаймын ба енді? Сол нығмет бар екен менде, енді мен сөйтіп сол үшін намаз оқымаймын ба енді деп тұр ғой, көрдіңіз ба? Яғни шүкіршілік ету деген сөз пайдаланып қалу, жасап қалу, істеп қалу деген нәрсе ғой. Сондықтан мен қазір айтамын, ақша, былай айтқанда, миы бола тұрып білім алмайтын адам шүкірсіз адам.